Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме тағамының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағамды жасау үшін міндетті түрде қарын керек, және де балғын ет немесе сүрленген ет болса да болады, және үйдегі бар заттарды қоса беруге болады. Алдымен қарнымызды тазалап, жақсылап жуып аламыз. Содан соң біз барлық көкөністерімізді тураймыз. Картопты мен езіліп кетпес үшін осындай ірілеу қылып турадым. Болгар бұрышы өте әдемі дәм береді, және де тәбетті ашады, хош иісін шығарады. Осылай пиязды, сарымсақты, болгар бұрышын, жалпы көкөністер, укроп, үйде не бар, барлығын қоса берсек болады. Осылай барлығын турап аламыз, және де қызанағымызды да тураймыз. Содан соң біз оларды жақсылап араластырамыз. Қойдың құйрық майын да қосуға болады. Мен үйдегі бар сүрленген іш майларды қостым. Барлығын үлкен ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұз қосамыз, және де үйдегі бар дәмдеуштерді қосамыз. Мен паприка қостым, және шашликтің приправасын, және де лавр жапырағын, және қара бұрыш қостым. Жалпы талғамыңызға қарай кез келген дәмдеуштерді қоса беруге болады. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қарнымызды жақсылап ашып аламыз да барлығын ішіне саламыз. Барлығын қарынға салып болғаннан соң сұйық май құйып, қарынның аузын жақсылап тігеміз. Себебі ол ұзақ уақыт қайнағанда аузы ашылып кетпеу үшін. Содан соң оны батып тұратындай етіп су құйып, баяу отта 3-4 сағат қайнатамыз. Қайнағаннан соң бетіне осылай көбігі шығады, оны сүзіп аламыз. Ары қарай 4 сағат қайнатамыз. Қарын бүрме дайын. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Міне қарын пышақпен өте оңай кесіледі, жұмсақ болғандықтан. Ішіндегі картоп және еті өте жұмсақ болып піскен, және дәмі аузынан кетпейтіндей дәмді. Менің рецептіммен сіз де жасап көріңіз. Видеом ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Ас болсын.